Бұл кезінде жабық қала еді. Тіпті картада белгіленген жоқ. Себебі мұнда бірнеше стратегиялық нысан жұмыс істеді. Армысыздар, қазыналы мекен бағдарламасы бүгін Степногор қаласындағы ең басты да негізгі өнеркәсіптің жұмысымен таныстырады. Степногорск тау-кен химиялық комбинаты. 50 жылға жуық тарихы бар алып. КСРО-ның атом өнеркәсібі қашанда құпияда болды. Ал Қазақстанның орталығында мұндай кәсіпорын бар екенін тіпті тек таңдаулы адамдар ғана білді. Қала бүтіндей зауыт жұмысшыларының штаб пәтері болды деуге болады. Нөмірі 4-ші комбинаттың құрылысы 1956 жылы басталды. Тек 8 жылдан соң оның атауы Целинный тау-кен химиялық комбинаты болып өзгертілді. Ол уранға және елдің ядролық индустрияға қажетті басқа да химиялық элементтерін өндіруге бағытталды. Изначально проектом было предусмотрено Бастапқы жоспар бойынша уран өндірісін дамыту үшін өндірістік қуаттылығымызды өзіміздің шикізатты пайдалану арқылы арттыруға болады. Бізге 5 кен орнынан шикізат, яғни уран құрамды кен тасымалданды. Кәсіпорынға қарасты 5 карьер жұмыс істеді. Мұнда кен ашық түрде өндірілді. Дәл қазір мұндай әдіс Қазақстанда қолданылмайды. Себебі ашық түрде өндіру қауіпті. Және де қазіргі таңда ол кен орындарының қоры таусылған. комбинат был создан, завод. Комбинатты құрудың басты мақсаты құрамында ураны бар шикізатты өңдеу болды. Кезінде зауыттың өзіне қарасты кен орындары болғаны белгілі. Қаланың маңында және облыстың басқа да бөліктерінде. Сөйтіп, өндіру мен өңдеумен қатар айналысты. Қазіргі таңда өкінішке орай комбинаттың жеке шикізаты жоқ. Сондықтан Қазатомпромнан келетін алыс-беріс шикізатты өңдеуіне тура келіп отыр. Дегенмен де қондырғылар тұрақты түрде жұмыс істеп тұр. Адамдар оларды сенімді де жақсы басқаруда. Бүгінде бұл шаруалармен қатар өзіміздің жеке шикізат орнымызды иелену туралы келісім шарттар жүргізіліп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, тоқтаусыз 48 жыл бойы уран өңделіп келеді. Тіпті сәтті жұмыс атқарып келеді деп те айта аламын. Алыс-беріс шикізат уранның дисарбаты немесе сары кек. Өткен бағдарламалардың бірінде біз Семізбай кен орны туралы айтқан болатынбыз. Ол солтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Ал кәсіпорынның жылдық өнім көлемі 500 тонна. Дәл осы көлемдегі тауарлы дисарбат Степногорге жеткізіледі. Комбинатқа шикізат Семізбайдан бөлек еліміздің оңтүстік өңірінен де келеді. В середине 80-х годов начали поступать. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында оңтүстіктегі кен басқармаларынан уран концентратты шикізат келе бастады. Бірақ кенді уранның көлемі азая бастады. Себебі кеніштер бірінен кейін бірі жабылды. Сөйтіп 2012 жылдан бастап бүгінге дейін шикізат жеткізуші Қазатомпром болып табылады. Олар Арталық, Заречный кен орындарынан әкеледі. Енді биылғы жылы тендер өткізіледі деп отырмыз. Оған Харасан кен орнынан келетін уран кристалдарын жеткізу жұмыстары кіреді. Зауыттың территориясы 800 гектар. Комбинаттың құрылысы ауқымды түрде жүрді. Кезінде барлық механизм мен көптеген күрделі қондырғылардың жұмысы тек уранды өңдеуге бағытталды. Бүгінде өндіріс көлемі азайған. Сондықтан пайдалы қазбаны байыту үшін санаулы ғана цех жұмыс істейді. Кеңес үкіметі кезінде бұл комбинаттың аты дүркіреп тұрғанда 4000 адам жұмыс істеді. Ал территориясы 800 гектар болды. Қазіргі таңда мұнда 1200 адам жұмыс істейді. Бір қызығы, мұнда уақыт тоқтап қалған секілді. Кеңес үкіметінің бейнесі әлі күнге дейін сақталған.
Кеңес үкіметіне қайта оралғыңыз келсе, комбинатқа келіңіз. Ең таңқаларлығы, барлығы жұмыс істеп тұр. Технологиялар мен қондырғылардың жай-күйі жақсы. Әлі де болса, үлкен көлемде уран байытуға жарайды. Зауыт ішінде ұзақ жүруге болмайды. Біріншіден, радиация белгіленген мөлшерден аспаса да бар. Екіншіден, реагенттер иісі. Жұмысшылар оған үйреніп кеткені соншалық тіпті сезбейді де. Ал сырттан келген қонақтар зауыттың үлкен цехтарында көп жүре алмайды. На данном переделе происходит процесс экстракции. Осы біз тұрған бөлмеде кәсіпорынға кеніштерден келіп түскен табиғи уранның химиялық концентратты және десорбатты сығымдау үдерісі жүргізіледі. Жәшік секілді трактордың ішінде сығымдау арқылы басты компонент бөлініп алынады. Ол әрі қарай өңделуге келесі бөлімге, яғни қайта сығымдалуға жіберіледі. Өңдеу көлемі жылына 2500 тоннадан бастап 3500 тоннаға дейін жетеді. Жалпы осы бөлімде дәл қазір 2 адам жұмыс істеп жатыр. Ал жалпы сығымдау цехында штат бойынша 124 адам еңбек етеді. Шикізат келгенде оның құрамында бізге қажет емес қоспарлармен келеді. Мысалы, темір мен молибден болады. Сығымдау бөлімінде шикізаттан тек басты компонент ғана алынады. Ол әрі қарай қайта сығымдауға барғанда ОТК кристалдары түрінде тұндырылады. Содан кейін кристалдар барабанды сүзгіштер арқылы өтіп кептіріледі. Әрі қарай шикізат 4 пешке жіберіледі. Бір сөзбен айтқанда, мұнда кек күйдіріледі. Жоғарғы температураның әсерінен уран құрамындағы қоспалар 40 минуттың ішінде тазаланады. Қыздыру цехында ОТК кристалдары қыздырылады. Аппаратшы барабанда оны сүзіп, иірме арқылы пешке жібереді. Ал пеште қыздырудың 3 бөлігі бар. Біріншісінде 650, екіншісінде 750, ал соңғысында 850 градус ыстық болады. Ол жерден иірім арқылы салқындатқыш қондырғыларға барады. Сол жерде салқындатылғаннан кейін осындағы толтыру бөлмесіне келіп, бөшкелерге салынады. Бастапқы кезде Целинный Тау-кен комбинатының жоспарлық көлемі жылына 2000 тонна уран байыту болды. 2009 жылы кәсіпорын модернизация жасап, оның көлемін 4000 тоннаға дейін жеткізді. Қазіргі таңда комбинат тек 60%-ға жұмыс істеп, жылына 2500 тонна уранды өңдеуден өткізіп отыр. Шикізат пен дайын өнімнің құрамы міндетті түрде зертханада тексеріледі. Комбинат қашанда сапалы өнім беруге басты назар аударған. Наша лаборатория была... Біздің зертхананың негізі уран өндірісінің ашылуына байланысты 1967 жылы Степногорск қаласында қаланды. Қазіргі таңда оның атауы Степногорск Тау-кен химиялық комбинатының орталық зауыт зертханасы деп аталады. Біздің басты мақсатымыз зауытқа келген шикізаттың және дайын өнімнің, сондай-ақ барлық үдеріс кезінде қосылатын химиялық реагенттердің құрамын анықтау. Біздің зертхана 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі химиялы технологиялық. Ол келген шикізат пен дайын өнімді зерттесе, цех зертханасы барлық технологиялық үдерістерді бақылайды. Үшіншісі түтікті зертхана. Біз сараптаманы бүгінгі таңда ең заманауи әдістермен жасаймыз. Яғни титриметриялық, фотоколориметриялық және атомды абсорбциялық, спектральды эмиссионды, сондай-ақ масс спектрометриялық талдауларды жасауға мүмкіндігіміз бар. Степногорск Тау-кен химиялық комбинаты Кеңес үкіметінің атом өндірісіндегі ең ірі кәсіпорын болып саналды. Бүгінде компанияның жоспарында уран бағыты бойынша жеке шикізат базасын қалыптастыру бар. Тауарлы өнім әрі қарай экспортқа жіберіледі. Келесі бағдарламада осы өнеркәсіптің тағы да бір өндірістік жүйесімен танысатын боламыз. Сіздермен бірге болған Қазыналы мекен бағдарламасы. Бізді 24 KZ телеарнасының сайтынан және әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Кездескенше.